Бұл жігіт өлген қалыңдыққа сөз салады, ал өлген әйел тіріліп, оған келіседі. Баршаңа сәлем, сіздермен Наурыз. Алдыңғы видеодағы активностьті көріп шок болдым. Қолдау білдіріп, ұзақ видео түсіруімді сұраған екенсіздер. Сондықтан бүгін назарларыңызға қорқынышты мультфильм «Труп невесты». Видео басталмай тұрып, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басыңыздар. Ендеше бастаймын. Мультфильм Эверглодтар әулетінің кедей болып ақшасы таусылғандықтан, жалғыз қызы Викторияны бай әулетке ұзатуымен басталады. Бірақ қорқудың қажеті жоқ. Виктор өте жақсы жігіт. Құдалық басталып, екі әулет бір-бірімен танысады. Құдалар тойды ақылдасып жатқанда, Виктор пианинода ойнайды. Мұны естіген Виктория төменге түсіп Виктормен сөйлеседі. Ал бұл жігіт сәл қопырап қалады. Дегенмен әңгімелері жақсы жарасып кетеді. 2 сағаттан кейін үйлену рәсімі басталып кетті. Үйленіп жатқанда Виктор қатты қобалжып қалды. Осы сәтте шақырылмаған қонақ Лорд Баркис деген алаяқ келеді. Үйлену рәсімі жалғасуда. Жігіт сөзін ұмыта берген соң, үйлену рәсімін өткізетін адам оны қуып жібереді. Түнде Виктор орманға келіп, үйлену рәсімінде айтатын сөзді қайталап, сақинаны ағашқа салады. Осы кезде жерден өлген қалыңдық шығып, келісемін дейді. Виктор қатты қорқып, ол жерден қашып кетеді. Бірақ көпірдің жанына келгенде, қыз оның алдынан шығып, өлілер әлеміне алып кетеді. Жігіт оянғанда, айналасындағы адамдар оған «Сен өлілер әлеміндесің, бірақ әлі тірісің» дейді. Барлығы билеп көңіл көтеріп жатқанда, Виктор осы жерден қашады. Бұл уақытта Лорд Баркис Викторияның ата-анасына жағымпазданып, Виктор көпірде бір қызбен кездесіпті. Оның басқа қызы бар дейді. Виктордың ата-анасы, бұл мүмкін емес, біз оны таң атқанша табамыз дейді. Викторияның әке-шешесі бұған келісті. Себебі осындай бай әулеттен айырылып қалғысы келмеді. Осы уақытта Виктор елес қыздан қашып келе жатқан еді. Ол құзға өрмелеп келе жатқанда, елес қыз оның алдынан шығады. Виктор менің үйге қайтқым келеді дейді. Ал қыз өзін Эмили деп таныстырып, енді сенің үйің осында деп жауап береді. Және қалыңдық Викторға сыйлық береді. Ішін ашса, ол Виктордың өлген күшігі екен. Виктор Эмилиді алдап, мен сені ата-анамен таныстырайын, ол үшін тірілер әлеміне барып қайтайық деп өтірік алдайды. Эмили келіседі. Екеуі сиқыршы шалға барады. Сиқыршы шал оларды тірілер әлеміне жібереді. Ал егер қайтып оралғыларың келсе, Рикскок деп айтыңдар дейді. Виктор, мен ата-анама ескертіп келейін, сен осы жерде күте тұр деп қашып кетеді. Ол Викторияның бөлмесіне дейін өрмелеп шығып, Викторияға үйленуге дайын екенін және енді ешқашан қобалжымайтынын айтады. Осы сәтте Эмили кіріп келеді. Екі бикеш бір-біріне сен кімсің деп тұрғанда, Эмили сақинаны көрсетіп, мен Виктордың әйелімін дейді. Виктор болса мұны өтірікке шығарып, қарасаңшы, ол өлі ғой дейді. Эмили Рикскок сөзін айтып, өлілер әлеміне Викторды алып кетеді. Эмили неге басқа әйелге барып, мені алдадың деп сұрағанда, Виктор, сен әлі түсінбедің бе? Сен басқа әйелсің, ал ол менің қызым дейді. Және сақинаны салатын кезде, ол тек сөзін қайталап дайындалғысы келгенін түсіндіреді. Эмили жылап кетіп қалады. Осы уақытта Викторияның анасы, Виктор таң атқанша келмесе, сені Лорд Баркиске тұрмысқа шығарамыз деп айтады. Әрине Виктория келіспейді, бірақ шешім қабылданып қойған. Виктория Лорд Баркиске тұрмысқа шыққысы келмей, әлгі шіркеу қызметшісіне барып, Викторды өлгендер әлемінен қайтаруға көмектесіңші деп сұрайды. Ал ол кісі қызды үйіне апарып тастайды. Сонымен Виктория Лорд Баркиске тұрмысқа шығатын болды. Виктор Эмилимен татуласып, үйіне қайтайын деп жатқанда, жаңадан біреу келеді. Ол тірі кезінде Виктордың қызметшісі болған. Екеуі сөйлеседі. Қызметші Виктория Лорд Баркиске тұрмысқа шығады деп айтады. Виктор үмітін үзеді. Ол Виктория өз еркімен тұрмысқа шығып жатыр деп ойлап қалды. Сиқыршы шал Эмилиге, сендер үйлену үшін Виктор тірі болмауы керек, ал оны қинамай өлтіру үшін оған у қосылған шарап беру керек дейді. Эмили, мен оны өлтіре алмаймын, бұл қолымнан келмейді дейді. Осы кезде Виктордың өзі келіп, шарапты ішетінін айтады. Виктор Эмилимен үйленетін болып шешеді. Ал тойды тірілер әлемінде жасағысы келді. Сол үшін барлық өлгендерді қонаққа шақырады. Өлгендер Виктория мен Лорд Баркистің тойына келіп, барлығын қорқытады. Қонақтар қорқып қаша жөнеледі. Лорд Баркис нағыз су жүрек болып шықты. Адамдар өз туыстарын тауып, бір-бірін тани бастайды. Лорд Баркис Викториядан байлықты қайда тығатынын сұрайды. Ал бикеш, менің ата-анам кедей, олар мені ауқатты адамға тұрмысқа беріп, бай болғысы келген деп жауап береді. Шіркеуге келсе, Виктор Эмилимен үйленіп жатыр екен. Виктор ант береді.
Үйлену үшін у қосылған шарапты ішейін деп жатқанда Эмили оны тоқтатады. Себебі ол Викторияны көріп қалған еді. Өміріңді маған бола қима, сен әлі тірісің, сондықтан өмір сүруге лайықсың дейді. Сөйтіп Виктор мен Викторияны қосады. Бұл кезде лорд Баркис кіріп келеді де ол менің әйелім дейді. Эмили лорд Баркисті таниды екен. Ол Эмилиге де кезінде үйленіп, оның байлығын тартып алып, ал өзін өлтіріп тастаған екен. Эмили Викторды қорғап, лорд Баркиске жаныңның барында кет деп бұйырады. Бірақ лорд Баркис тост айтып тұрып алады. Аузына келгенін оттап, шарапты ішіп жібереді. 5 секундтың ішінде өлі адамға айналады. Эмилидің достары оны жазалау үшін бөлек бөлмеге алып кетеді. Ал өлген қалыңдық екеуіне бақыт тілеп, гүл шоғын лақтырады да өзі кетіп қалады. Достар, осымен видеоның соңына да жетіп қалдық. Келесі жолы мынадай мыжың емес, сәл басқаша форматта алам. Сондықтан арнаға тіркеліңіздер, мені қолдаңыздар, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше.